Сәлеметсіздер ме? Саран қаласы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі Рүстембекова Жанар Жұмабаевна. Сіздерге ұсынатын тақырыбым Қазақстан тарихы пәнін оқытуда заманауи әдістерді қолданудың тиімділігі. Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық саласы технологияларын меңгермейінше сауатты жан-жақты маман болу мүмкін емес. Инновациялық технологияны меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани азаматтық және де басқа көптеген адами қабілетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Қазіргі таңда сабақтарда қолданылатын әдіс-тәсілдерім ассоциация, топтау, түртіп алу, болжау, әлемді шарлау, бұрауынды қозғалыс, стикердегі диалог, өзара оқыту әдісі, кең ауқымды лекция әдісі, инсерт әдісі, не білемін, не білгім келеді, нені білдім. Осы әдіс-тәсілдерді қолдану оқушының өздігінен білім алу шығармашылық әрекеттерінің оянуына, бір сөзбен айтқанда өзіндік еңбек ету кезеңіне айналдырады. Келесі әдіс үштік әдіс. Сынып бойынша тапсырманы оқиды. Оқушылар бірнеше жұптан бөлінеді. Бірінші оқушы оқиды, немесе айтады. Екінші оқушы тыңдайды. Үшінші оқушы түртіп алады, кейін өз пікірін айтады. Свод талдау әдісі. Бұл әдісті қолдану барысында мәселенің жағымды, жағымсыз жақтарына сараптама беріледі. Мүмкіндіктері бағаланып, қауіп-қатерлері туралы нақты дәлелдер келтіріледі. 1 минуттық әңгіме тәсілі. Оқушылар қарама-қарсы сызық бойымен қатарға тұрып, жұптық әңгіме жүргізеді. Үйге берген тапсырма туралы әңгімелесулеріне болады. Немесе жаңа сабақты бекіту мақсатында өз ойларымен бөліседі. Келесі 5 жолды өлең, Вен диаграммасы, кейіпкерге хат, кубизм, Т кестесі, Попс формуласы, шахмат, фишбаун, тағы да басқа әдіс-тәсілдер. Әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай лайықты қолданылады. Бұл әдістің тиімділігі сабақтан тысқары қалатын оқушы болмайды. Сабақта жаңа технология әдіс-тәсілдерін қолданудың мынандай тиімді жақтары бар. Оқушының оқуға деген ынтасы артады, әр оқушының жеке қабілеті айқындалады, үлгерімі нашар оқушыға көңілі бөліп, оларға көмектесу мүмкіндігі туады. Жақсы оқитын оқушының тереңірек білім алуына жағдай туады. Әр оқушы өздігінен жұмыс істеуге дағдыланады. Оқушы өз білімін бағалай білуіне бағыттауға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, оқушыларды шығармашылыққа, өз бетімен іс-әрекет етуге бағытталған тапсырмалар саны көбейгенде ғана өз пікірін айта алатын, оны дәлелдей білетін, өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, үнемі ізденіс үстінде болады. Қоғам дамуына үлес қоса алатын, жан-жақты жетілген жас ұрпақ өкілдерін дайындай аламыз. Демек, жаңа технологиялық әдіс-тәсілдерді пайдалану білім сапасын арттырудың бірден-бір жолы.